Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлназ. Бүгінгі сабағымызда сіздермен осындай панамканы тоқитын боламыз. Бұл панамканы тоқылуы өте оңай. Бар болғаны столбик без накидамен тоқылады. Панамканы осылай тоқуға болады, немесе мына жеріне, жоғарғы бөлігінен кейін осы жерге сайдин петлямен және мына жеріне сайдин петлямен тоқуға болады. Бүгін біздер осы панамканы тоқитын боламыз. Панамкамызды тоқу үшін біздерге жіп, крючок, қайшы, маркер және сантиметр лента қажет болады. Менде жіп Alize Baby Best 100 граммда 240 метр, 90% акрил, 10% бамбук. Жіпті мен 2 қабаттап тоқыдым. Бір жібі осы жерінен алынған, бір жібі ішкі бөлігінен алынған. Осылайша тоқитын боламыз. Немесе басқа қалыңдау жіптен алсаңыз болады. Дайын болсақ, сабағымызды бастайық. Ең бірінші біздер панамканың төбесін тоқып алуымыз қажет. Төбесін тоқуы менің каналымда бар. Идеальный круг деген видеосабақта. Видеосабаққа сілтемені описание қалдыратын боламын. Өзімізге қажетті өлшемде осындай дөңгелекшені тоқып алғаннан кейін ары қарай біздер панамканы тоқимыз. Мендегі аралық 16,5 сантиметр, яғни мен 52-ші бас айналымына тоқып жатырмын панамканы. Мінекей, бізде соңғы петляда прибавкамен аяқталған, осы прибавканы алып тастаймыз. Және мына маркерімізді де ала тұрамыз. Крючогымызды петлямыздың артқы бетінен аламыз да, жібімізді өткіземіз. Келесі петляға, келесі петляның артқы бетіне тоқимыз. Столбик без накида. Онан кейін столбик без накида. Келесі петляға столбик без накида. Артқы бетіне тоқып шығамыз столбик без накида. Және мына петляға біздер маркер белгілеп қояйық. Қазір соңғы петляны біздер осы петляға жасайтын боламыз, тоқитын боламыз. Осылайша етіп, әрбір петляға бір столбик без накидадан петляның артқы бетінен тоқып шығамыз. Айналдыра өзіміз тоқып шығайық. Мінекей, соңғы петляны, маркер белгіленген петляның артқы бетіне жасадық. Енді біздер по спирали тоқып кететін боламыз, яғни бірінші петлядан бастап по спирали әр петляға бір столбик без накидадан тоқимыз. Осылайша по спирали тоқитын боламыз. Өзімізге қажетті биіктікте тоқитын боламыз. Яғни биіктікті біздер осылай қоямыз панамканы. Осылай қоямыз да, мына жоғарыдан бастап биіктігін өлшейтін боламыз. Биіктігін білу үшін біздер
бас айналымнан бөлеміз 3-ті, оған плюс 1 сантиметр қосамыз. Яғни менде бас айналымы 52 сантиметр. 52 сантиметрді бөлеміз 3-ке, плюс 1 сантиметр қосқан кезде 18 сантиметр болады. Яғни менде панамканың биіктігі 18 сантиметр болу керек. Ары қарай мен 18 сантиметр болам деген шейін тоқитын боламыз. Әрбір петляға бір столбик без накидадан тоқимыз. Ешқандай петляны біріктірмейміз, по спирали тоқи береміз. Және мына маркерді приблизительно осылай белгілеп алыңыздар, чтоб тоқ бітірген кезде қай жерден бітіру керектігін білу үшін. Мына маркерді алып тастамаңыздар. Осылай тұра берсін. Ары қарай өзімізге қажетті биіктікте тоқып шығайық. Әрбір петляға бір столбик без накидадан. Неке мен панамканың өзіме қажетті биіктігіне тоқып алдым. Енді біздер панамканың алдыңғы бөлігін тоқимыз. Ол үшін соңғы қатардағы петляны санап аламыз. Менде 72 петля. Міне мына жақта, міне төбесінде менде 12 қатар тоқылған. 12 қатарда 6 прибавкіден жасалынған. 12-ні 6-ға көбейткен кезде 72 болады. Егер сіздер дұрыс прибавка жасаған болсаңыздар, әр қатарда прибавка дұрыс жасаған болсаңыздар, сіздерде дұрыс шығады петля саныңыз. Яғни қатарға неше қатар тоқыңыз, соны санаңыз, и оны көбейтіңіз 6-ға. Сол кезде сіздің петляңыз шығады. Сол петляңыз мына жақта да шығу керек. Менде 72 петля болды. Енді біздер алдын тоқу үшін 12 прибавка жасауымыз қажет бір қатарда. 12 прибавканы біздер қай петляға жасауымыз керек? Прибавканы қай петляға жасауымыз керек? Соны білу үшін соңғы қатардағы петля санын, соңғы петля менде 72, 72-ні бөлеміз 12-ге, 6. Демек мен 6-шы петляға прибавка жасайтын боламын. Осылай есептейсіздер. Петля саныңызды 12-ге бөлесіздер. Енді бірінші прибавканы мен бірінші петля жасайтын боламын. Яғни бірінші петлядан бастап прибавка жасайын бірінші. Біздер петляның алдыңғы бөлігінен аламыз. Мына жерде артқы бөлігінен алдық қой, енді біздер алдыңғы бөлігінен алып тоқимыз. Бірінші прибавкамыз. Онан кейін 5 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбик без накида, онан кейін прибавка. 1, 1, осы петляға екінші прибавка. 5 столбик без накида, онан кейін прибавка. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавка. Осылайша етіп тоқитын боламыз. Соңында 5 столбик без накида тоқылады. Өйткені бізде бірінші тұрған прибавка. Айналдыра тоқып шығамыз. Мен қатарды тоқып алдым. Енді
біздер бір қатар 5 прибавка тоқитын боламыз. Міне. Ешқандай прибавка жасамаймыз. Әрбір петляға бір столбик без накидадан тоқитын боламыз. Петляның екі бетінен де аламыз. Осылайша етіп, қатардың соңына дейін айналдыра тоқып шығамыз. Әрбір петляға бір столбик без накидадан тоқимыз. Өзіміз тоқып шығайық. Мінекей мен тоқып алдым қатарды. Енді келесі қатар бізде үшінші қатар. Үшінші қатарда біздер прибавка жасайтын боламыз. Ол үшін екі прибавканың ортасына жасайтын боламыз. Яғни біздер прибавкаге тоқылмау қажет. Соны ескеріңіздер. Мінекей мына жерде прибавканың қатары төртіне ортада бесеуі бар, үшіншісіне тоқитын боламын. Сонда мен қатардың басын 4 петлямен бастаймын. 4 петля тоқиым. 1 2 3 4 петля, онан кейін прибавка жасаймын. Онан кейін біздер 6 петля жасаймыз, тоқимыз да жетіншісіне прибавка жасаймыз. 4-еу, 5-еу, 6 петля, жетіншіге прибавка. Екі прибавканың ортасында 6 петля болады менде. Сізде басқа болуы, сіздер енді есептеп аласыздар қарап. Онан кейін тағы да 6 петля тоқимыз. 1 2 3 4 5 6 жетінші петляға прибавка. Осылайша біздер тоқитын боламыз. Прибавканың үстінде тұрмау керек. Ортасында осылай есептеп қарап аламыз. Қатардың соңында мен мына жерде 4-еуден бастадым, 2 петля тоқуым қажет. Сол кезде 6 болады менде. Мына жерден аяқтаймын. Айналдыра өзіміз осылай тоқып шығайық. Мінекей мен қатардың соңына тоқып алдым. Соңында мен 2 петляны тоқыдым. Мен 4 петлямен бастаған болатынмын. Соңында 2 петлямен аяқтадым. Сонымен біздер қатарымызды аяқтадық. Енді біздер прибавка мүлдем жасамаймыз. Бірнеше қатар 5 прибавка тоқитын боламыз. Яғни сіздер қаншалықты мына козерогтың түскенін қалайсыздар? Осылай тұрған. Соншалықты тоқисыздар. Яғни бір 3-4 қатар тоқисыздар. Мен қазір тоқып алайын. Сонан кейін сіздерге қанша қатар тоққанымды айтатын боламын. Әр шапкада әр түрлі болады. Яғни шапканың көлеміне қарай жасалынады бұл. Тоқылады. Осылай әрбір қатарда әрбір петляға бір столбик без накидадан тоқитын боламыз. Ешқандай прибавка жасамаймыз енді. Солайша бірнеше қатар тоқимыз. Қазір мен тоқып алайын, сонан кейін сіздерге айтатын боламын қанша қатар тоққанымды. Сонан кейін қатардың басын белгілеп алыңыздар, чтоб мына жақтан бүйтіп отқанша, қарап отқанша қай жерден тоқтау керек екеніңізді мына жерден белгілеп алыңыз. Яғни 5 прибавка тоқылатын қатардан бастап. Сол кезде оңай болады да, басын табу, қатардың басын табу. Сол жерден аяқтайсыздар сосын. Қазір тоқып алайын, сонан кейін айтамын сізге қанша қатар тоққанымды. Мен тоқып алдым. Мен 4 қатар тоқыдым. 5 прибавка. Енді біздер соңғы қатар
тоқитын боламыз. Соңғы қатарда соединить петлями тоқимыз. Ол үшін не бір петлямызды осылай өткізіп аламыз. Соединить петлями тоқимыз. Осылайша әрбір петляға бір соединить петлямен тоқитын боламыз. Яғни бізде бұл обвязка жасалынады осылай соединить петлямен. Қатардың соңына дейін тоқып аламыз. Осылай айналдыра тоқып шығамыз. Мінекей қатардың соңына дейін тоқып алдық. Енді осылай петлямызды алып біріктіреміз де жібімізді қиып тастаймыз. Мына жіпті енді артқы бетіне қарай өткізіп жасырып қоямыз. Содан кейін артық жіптердің барлығын жасырамыз. Мінекей мен артық жіптердің барлығын жасырдым. Сонымен біздің панамкамыз дайын. Өте әдемі болып шығады осындай бізде панамка. Басқа келгенде қалай болып тұратын сіздерге экранға суретін қоятын боламын. Мінекей осындай панамка. Достар, сіздерге видео сабақ ұнады деген ойдамын. Егер видео сабақ бойынша қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментария қалдырыңыздар, видео лайк басыңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі сабағымызда кездескенше сау болыңыздар.